Сәлеметсіздер ме оқушылар? Екінші сыныпқа арналған цифрлық сауаттылық сабағына қош келдіңіздер. Бірінші бөлім компьютер мен программалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өз денсаулығымызды сақтаймыз. Компьютердің қандай құрылғыларын білесіңдер? Бүгінгі сабағымызда цифрлық құрылғылармен, интернет желілерімен жұмыс істеу кезіндегі негізгі қауіпсіздік ережелерін, енгізу шығару құрылғыларын ажырата білесіңдер. Цифрлық құрылғылар дегеніміз не? Балалар, сендер үнемі смартфон, планшет, компьютер, цифрлық фотоаппарат, интерфейсті тақта сияқты құрылғылармен жұмыс істейсіңдер. Мұндай құрылғыларды цифрлық құрылғылар деп атайды. Цифрлық құрылғы ақпаратты алуға және өңдеуге арналған техникалық құрылғы. Төмендегі суретте цифрлық құрылғылар көрсетілген. Цифрлық құрылғыларды қолданудың қауіпсіздік ережелері. Құрылғыны үлкендердің бақылауымен қосып өшір. Цифрлық құрылғының үстіне ауыр заттар қойма. Цифрлық құрылғыларды өздігіңнен жөндеуге әрекеттенбе. Құрылғыларды орнықсыз, тегіс емес жерлерге қойма. Цифрлық құрылғыларды пайдалану кезінде үзіліс жаса. Құрылғыны қолдану кезінде өзіңді жайсыз сезінсең, құрылғымен жұмыс істеуді тоқтат. Құрылғы электр көзінен қуат алып тұрғанда, немесе токқа қосулы болса, оны қолданба. Қуаттандырғышты бос кезінде құрылғысыз ток көзіне қосулы күйінде қалдырма. Ойлан, сұрақтарға жауап бер. Бірінші тапсырма 30 секунд. Уақыт кетті. Компьютерде 0 немесе 1 цифрлары тізбегінен тұратын ақпарат. Цифрлық ақпарат. Жарайсың, балақай. Келесі тапсырма. Ойлануға 30 секунд. Цифрлық ақпаратты өңдеу құрылғылары. Цифрлық құрылғылар. Жарайсың, балақай. Ойлан, сұрақтарға жауап бер. Келесі тапсырма. Цифрлық құрылғыларды анықтап, олардың атауын жаз. Смартфон, принтер, планшет, пернетақта, дыбыс бағанасы, ноутбук. Үшінші тапсырма. Қауіпсіздік ережелердің дұрысын тап. Төртінші тапсырма. Суреттен не көріп тұрсың? Өз ойыңды жаз. Төртінші тапсырма. Ребусты шеш. Жауабы қандай цифрлық құрылғының атауы болады? Жауабы планшет. Жарайсың, балақай. Бесінші тапсырма. Суреттерге назар аудар. Олардың арасындағы айырмашылықты тап. Компьютердің құрылғыларының атауларын жаз. Қауіпсіздік техникасы ережелерін есіңе түсір. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар, балалар. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Екінші сыныпқа арналған
Цифрлық сауаттылық сабағына қош келдіңіздер. Сіздермен болған информатика пәні мұғалімі Қарсақ қызы Еркежан. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ақпаратты іздеу. Бүгінгі сабағымызда берілген тақырыпқа байланысты браузерден ақпаратты іздеуді білетін боласың. Тірек сөздер. Үш тілде айтып үйренейік. Ғаламтор, кілттік сөз, интернет, ключевое слово, интернет, кейборд. Балалар кітапханадан ақпаратты қалай алады? Төмендегі суреттен байқағаныңдай, кітапханадағы түрлі кітаптардан көптеген ақпараттар алуға болады. Сол сияқты, интернет желісінде де көптеген ақпараттар болады. Қазіргі кезде біз іздеген ақпаратты интернеттен аламыз. Интернетті қолдану үшін бізге арнайы браузерлар керек. Браузер ағылшынша веб-браузер. Компьютерлік желілердегі ақпараттарды компьютерден іздеуге және оны көруге арналған программа. Танымал браузерлер Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome. Интернет бүкіл әлемдік компьютерлік желі, яғни қарым-қатынас жасау және ақпарат жіберу құралы. Веб деген сөз тор деген мағынаны білдіреді. Бұл желі тор сияқты бүкіл әлемнің компьютерлерін қамтиды. Веб-парақтар. Ақпарат интернетте веб-парақтар түрінде көрсетіледі. Суретте көріп тұрғандай, Blinland веб-парақтары парақшалары, яғни іздеу жүйесінде орналастырылған. Интернеттен ақпарат іздейік. Бірінші, Google Chrome браузерін іске қосамыз. Бізге мынадай терезе пайда болады. Google іздестіру жүйесінің арнайы терезесі. Мұнда ізделінетін ақпараттың кілттік сөзі жазылады. Кілттік сөз ақпараттың мағынасын білдіретін сөз. Және веб-парақта мәтін, сурет, бейне, дыбыс және сілтемелер болуы мүмкін. Сілтеме басылған кезде сол веб-парақтың басқа орнына немесе веб-парақ басқа веб-параққа апаратын веб-парақтың бір бөлігі. Интернетпен қауіпсіз жағдайда жұмыс істеу үшін мына ережелерді сақтау қажет. Браузерлерден тапқан маңызды құжаттардың көшірмесін сақтап қой. Интернеттен алынған ақпаратты көшіргенде абай бол. Кейбір балалар өздерінің көп уақытын интернет желісінде өткізеді. Олар интернет желісінің қауіпсіздігі туралы ойланбайды. Интернетті қолданудың басты талабы қауіпсіздік ережесі. Бірінші тапсырма. Берілген сөздердің анықтамасымен сәйкестендір. Ақпарат. Жаңалық, мәлімет, білім. Интернет. Әлемдегі ең үлкен компьютерлік желі. Веб-бет. Интернетке кіргенде ашылатын белгі. Браузер. Компьютерден интернетті ашып, ақпарат іздейтін программа. Веб-сайт. Белгілі бір тақырып бойынша құрылған веб-беттер жинағы. Екінші тапсырма. Мына белгілердің ішінен браузерлерді тауып белгіле. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera және Google Chrome. Үшінші тапсырма. Ребусты шеш. Жарайсың балақай, ақпаратты іздеу. Сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар балалар. Екінші сыныпқа арналған математика пәнінен 2-90 жиынтық бағалау тапсырмалары. Бірінші тапсырма. Тиімді тәсілмен есепте.
15 көбейту жақша ішінде 7 көбейту 4. Ал біз бұны 7 көбейту 4 десе 28-е, 28-ді 15-ге көбейтсек, бізге әлде қайда қиынырақ болады. Сондықтан 15-ді 4-ге көбейтіп алайық, яғни 60 болады. Ауызша көбейтсек, 60-ды 70-ге көбейтеміз, 6 7 42 және 0-ді тіркейміз, сонда 420 болады. Келесі есеп 720-ны бөлеміз жақша ішінде 9 көбейту 5-ге. Ал біз 9-ды 5-ге көбейтіп, 9 5-ін 45 деп, 720-ны 45-ге бөлсек, бізге әлде қайда қиынырақ. Сол себепті 120-ны 9-ға бөлейік. 120-ны 9-ға бөлсек, 72-ні 9-ға бөлсем, 8-е, 8 және 1 0-ді тіркейміз, 80. 80-ді 5-ге бөлсек, 16. Келесі тапсырма баған түрінде жазып шығар. 5261-ді көбейтеміз 201-ге. Біз жаңа бірліктің астына баған бойынша көбейткенде, ондықтың астына, жүздіктің астына көбейтіп жасамыз. Алдымен бірлікпен көбейтеміз. Бірлікпен көбейтіп, бірінші көбейткішті табамыз, және ондықпен көбейтіп, содан жүздікпен көбейтеміз. Соңында толықтауыш барлық көбейткіштерді бір-біріне қосамыз. Яғни жауабы 1.057.461 болады екен. Үшінші тапсырма қалдықпен бөлуді орында. Бөлінгіш бізде 3893 бөлінді 54. Баған бойынша бөлетін болсақ, бізде бөлінді, бізде екі орынды саны 38-ден қайырсақ жетпейді, сондықтан 38-дің ішінде 54-ге жетпейді. 389-дан қайырамыз, 389-дің ішінде 54 шамамен 7 рет бар. Енді біз бірінші толымсыз бөліндіні табамыз. 54-ті 7-ге көбейтсек, 378 шығады. Енді 389-дан 378-ді азайтамыз. 113. Енді 113 екінші толымсыз бөліндіні табамыз. 113-дің ішінде 54, 3 рет берсек асып кетеді, 5 үшін 15. Сондықтан 2-ден береміз, 2-ден берсек, 54-ті 2-ге көбейтеміз 108. Яғни 113-ден 108-ді азайтатын болсаң, 5 қалық болады. Сонда жауабы 72 және 5 қалдық. Екінші тапсырма есепті шығар. Өнімділікті табу үшін жұмысты уақытқа бөлеміз. 25-ті 5-ге бөлсек 5. Сонда шебер сағатына 5 бөлшек жасаған. Ал жұмысты табу үшін өнімділікті уақытқа көбейтеміз. Сонда тігінші 12-ні 2-ге көбейтеміз. Тігінші 24 жейде тіккен. Ал уақытты табу үшін жұмысты өнімділікке бөлеміз. 120-ны 30-ға бөлсе 4 сағат. Аспаз 4 сағатта 120 құймақ пісірген. Бесінші тапсырма есепті шығар. Бір қаладан бір мезгілде қарама-қарсы бағытта 2 автобус жолға шықты. Біріншісі 52 км/сағат жылдамдықпен, ал екіншісі 74 км/сағат жылдамдықпен жүрді. 8 сағаттан кейін олардың арасы қандай болады? Бізде, яғни бірінші автобустың жылдамдығы 52 км/сағат, ал екінші автобустың жылдамдығы 74 км/сағат. Бізге табу керек, қашықтау жылдамдығын табамыз. Яғни уақыт 8 сағат. Және бізде 8 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы қандай болады? Ара қашықтықты табамыз. Қашықтау жылдамдығын табу үшін B1 менен B2-ні қосамыз. Яғни 52 км/сағатқа қосамыз 74 км/сағатты. Сонда қашықтау жылдамдығы 126 км/сағат болды. Енді біз ара қашықтықты табу үшін қашықтау жылдамдығын уақытқа көбейтеміз. Яғни 126 км/сағатты көбейтеміз 8 сағатқа. Сонда 1008 км болады екен, ара қашықтық. Жауабы 8 сағаттан кейін олардың арасы 1008 км/сағат болады екен.
Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 2-ші сыныпқа арналған математика пәнінен 2-ші 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын бірге орындайық. Егер сабақ ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Математика пәнінен 2-ші 90-ға арналған жиынтық бағалау тапсырмалары. Бірінші есеп, заңдылығын сақтай отырып, 3 сан жаз. Келесі сандар тізбегін толықтырамыз. 970, 870, 770. Мұнда балалар, яғни 100 санға кемітіп жазып отыр. 770-тен соң 670, 570 және 470. Екінші есепті шығар. Жаңа жылдық шыршаға арнап 17 алтын түсті, және одан 19-ы артық қызыл түсті шарлар сатып алынды. Жаңа жылдық шыршаға арнап барлығы неше шар сатып алынды? Есептің шарты. Алтын түсті шар 17, қызыл түсті шар белгісіз. Бірақ алтын түсті шардан 19-ы артық. Білім алушының қосымша сызба түрінде берілген ақпараттары қабылданады. Білім алушының жауабы. Жеке амалдар түрінде жазатын болсақ, алтын түсті шар 17, қызыл түсті шар одан 19-ы артық десек, яғни қосамыз. 17-ге 19-ды қоссақ, 36 шар. Сонда қызыл түсті шар 36. Ал барлығы қанша шар екен табу үшін қызыл түсті шар мен алтын түсті шарды қосамыз. 36-ға 17-ні қосып, тең болады 53 шар барлығы. Өрнек түрінде жақшаның ішіне 17 қосу 19, жақшаны жабып, қосу 17, тең болады 53 шар. Жауабы шыршаға арнап барлығы 53 шар сатып алынды. Үшінші есеп, өрнектердің мәнін тап. 36 килограмм қосу 23 килограмм. 59 килограмм. Ал 6 дециметрге 15 сантиметрді қосса, дециметрді өлшем бірліктерін біз дециметрді сантиметрге өрнектеп аламыз. Сонда 1 дециметрде 10 сантиметр болса, 6 дециметрде 60 сантиметр. 60-ға 15-ті қоссақ 75 сантиметр болады. Төртінші есеп, шананың әр тақтайшасын жасыл, сары, көк түсті қарындаштармен боя. Шана тақтайшаларының бояу реті қайталанбауы керек. Әр дұрыс боялған комбинацияға 1 балл қойылады. Яғни 6 шананы дұрыс бояса 6 балл. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 4-ші сыныпқа арналған математика пәнінен 2-ші 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын бірге орындайық. Басқа да пәндерден бөлім бойынша және 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын орындау үшін каналға жазып кетуді ұмытпаңыз. Тапсырма. Тиімді тәсілмен есепте. 15 көбейту жақша ішінде 7 көбейту 4. Ал біз бұны 7 көбейту 4 десек 28-е, 28-ді 15-ге көбейтсек, бізге әлде қайда қиынырақ болады. Сондықтан 15-ді 4-ге көбейтіп алайық, яғни 60 болады. Ауызша көбейтсек, 60-ды 70-ге көбейтеміз, 6-7-ден 42 және 0-ді тіркейміз, сонда 420 болады. Келесі есеп, 720-ны бөлеміз жақша ішінде 9 көбейту 5-ге. Ал біз 9-ды 5-ге көбейтіп, 9-5-ін 45 деп, 720-ны 45-ге бөлсек, бізге әлде қайда қиынырақ. Сол себепті 120-ны 9-ға бөлейік. 120-ны 9-ға бөлсек, 72-ні 9-ға бөлсем, 8-е 8 және 1-0-ді тіркейміз. 80. 80-ді 5-ге бөлсек, 16. Келесі тапсырма, баған түрінде жазып шығар. 5261-ді көбейтеміз 201-ге. Біз жаңа бірлікті бірліктің астына баған бойынша көбейткенде, ондықты ондықтың астына, жүздікті жүздіктің астына көбейтіп жазамыз. Алдымен бірлікпен көбейтеміз. Бірлікпен көбейтіп, бірінші көбейткішті табамыз, және ондықпен көбейтіп, содан жүздікпен көбейтеміз. Соңында толықтауыш барлық көбейткіштерді бір-біріне қосамыз. Яғни жауабы 1.057.461 болады екен.
Үшінші тапсырма қалдықпен бөлуді орында. Бөлінгіш бізде 3893 бөлінді 54. Баған бойынша бөлетін болсақ, бізде бөлінді бізде екі орынды саны 38-ден қайырсақ жетпейді. Сондықтан 38-дің ішінде 54-ке жетпейді. 389-дан қайырамыз. 389-дің ішінде 54 шамамен 7 рет бар. Енді біз бірінші толымсыз бөлінгені табамыз. 54-ті 7-ге көбейтсек, 378 шығады. Енді 389-дан 378-ді азайтамыз. 113. Енді 113 екінші толымсыз бөлінгені табамыз. 113-тің ішінде 54 3 рет берсек асып кетеді. 5 шуңы 5. Сондықтан 2-ден береміз. 2-ден берсек 54-ті 2-ге көбейтеміз 108. Яғни 113-тен 108-ді азайтатын болсаң 5 қалдық болады. Сонда жауабы 72 және 5 қалдық. Екінші тапсырма есепті шығар. Өнімділікті табу үшін жұмысты уақытқа бөлеміз. 25-ті 5-ге бөлсек 5. Сонда шебер сағатына 5 бөлшек жасаған. Ал жұмысты табу үшін өнімділікті уақытқа көбейтеміз. Сонда тігінші 12-ні 2-ге көбейтеміз. Тігінші 24 жейде тіккен. Ал уақытты табу үшін жұмысты өнімділікке бөлеміз. 120-ны 30-ға бөлсе 4 сағат. Аспаз 4 сағатта 120 құймақ пісірген. Бесінші тапсырма есепті шығар. Бір қаладан бір мезгілде қарама-қарсы бағытта 2 автобус жолға шықты. Біріншісі 52 км сағат жылдамдықпен, ал екіншісі 74 км сағат жылдамдықпен жүрді. 8 сағаттан кейін олардың арасы қандай болады? Бізде яғни бірінші автобустың жылдамдығы 52 км сағат, ал екінші автобустың жылдамдығы 74 км сағат. Бізге табу керек, қашықтау жылдамдығын табамыз. Яғни уақыт 8 сағат. Және бізге 8 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы қандай болады? Ара қашықтықты табамыз. Қашықтау жылдамдығын табу үшін B1 менен B2-ні қосамыз. Яғни 52 км сағатқа қосамыз 74 км сағатты. Сонда қашықтау жылдамдығы 126 км сағат болды. Енді біз ара қашықтықты табу үшін қашықтау жылдамдығын уақытқа көбейтеміз. Яғни 126 км сағатты көбейтеміз 8 сағатқа. Сонда 1008 км болады екен, ара қашықтық. Жауабы 8 сағаттан кейін олардың арасы 1008 км сағат болады екен. 4-ші сыныпқа арналған математика пәнінен 2-ші 90-дық жиынтық бағалау тапсырмалары. 2-ші нұсқа. Басқа да пәннен БЖВ және ТЖВ тапсырмаларын орындау үшін каналға тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңдар. Математика пәнінен 2-ші 90-ға арналған 90-дық жиынтық бағалау тапсырмалары. 2-ші нұсқа. 1-ші тапсырма. Тиімді тәсілмен есепте. 2 көбейту шақша ішінде 18 көбейту 5. Біз 18 мен 5-ті көбейтіп, оны 2-ге көбейтсек қиынырақ болады. Сондықтан тиімді тәсілмен, яғни көбейткіштердің орнына ауысқанымен көбейтудің мәнін өзгермейтінін білеміз. 2-ні 5-ге көбейтіп, 10-ды 18-ге көбейтсек 180 болады. Келесі есеп 640 бөлінген шақша ішінде 8 көбейту 4. 8-ді 4-ге көбейтсек 32, 640-ды 32-ге бөлсек қиынырақ болады. Сондықтан біз 640-ды 8-ге бөлеміз. 640 0-ді ескермейміз. 64-ді 8-ге бөлсек 8, жаңағы 0-ді әкеп тіркейміз. 80, 80-ді 4-ге бөлсек, яғни 20. 2-ші тапсырма баған түрінде жазып шығады. 4262 көбейту 105. Біз баған түрінде жазғанда бірлікті бірліктің астына, ондықты ондықтың астына, жүздікті жүздіктің астына көбейтіп жазамыз. Алдымен бірлікпен көбейтіп шығамыз, бірлікпен барлық көбейткішті көбейтеміз. Одан
ондықпен көбейтеміз және жүздікпен көбейтеміз. Соңында барлық тостағыш көбейткіштерді бір-біріне қосамыз. Жауабы оқимыз. 447.510. Үшінші тапсырма қалдықпен бөлуді орында. 8860 бөлу 52. Бізде бөлінгіш 8860, ал бөлгіш 52. Біз бөлінгінің мәнін табуымыз керек. Бөлінді екі орынды сан қараймыз. Бөлінгіште, яғни 88-ден қайырамыз. 88-дің ішінде 52 бір рет бар. 88-ден бірінші толымсыз бөлімдені табуымыз керек. 88-ден 52-ні азайтсақ 36. 36 52-ге бөлінбейді, сондықтан бөлінгіштегі 6-ны түсіреміз. 366-ның ішінде 52 шамамен 7 рет бар, е? Енді 7-ні 52-ні көбейтеміз. Сонда 364 болады екен. 366-тан 364-ті азайтсақ, яғни 2 болады. Енді бөлінгіштегі 0-ді түсіреміз. 20. 20 52-ге бөлінбейді. Сондықтан 20 бұл қалдық болады. 170 және 20 қалдық. Төртінші тапсырма кестені толтыр. Бір жәшік жемістің массасы бірдей бізде. Ал жәшіктердің саны 5 жәшік белгісіз қанша килограмм, ал 8 жәшік белгісіз қанша килограмм, бірақ массасы бірдей. Ал барлық жемістің массасы 7800 килограмм. Бізге табу керек бір жәшіктің массасы. Есептің шешуін өрнек түрінде жазатын болсақ, яғни біз жәшіктерді бір-біріне қосамыз, е? 5-ке 8 қоссақ 13. Ал енді жәшіктердің массасы бірдей болғандықтан 7800-ді 13-ке бөлеміз. Сонда 600 килограмм, бір жәшіктің массасы 600 килограмм. Енді бізде 5 жәшіктің массасы қанша килограмм болғанын табу үшін 600-ді 5-ке көбейтеміз. Сонда 3000 килограмм болады. Ал екінші 8 жәшіктің массасы килограммы қанша екенін табу үшін, яғни 600-ді 8-ге көбейтеміз. 4800 килограмм. Сонда 5 жәшіктің массасы 3000 килограмм, 8 жәшіктің массасы 4800 килограмм. Бесінші тапсырма есепті шығар. Автобекеттен бір уақытта 2 жолаушылар автобусы бірінен-бірі қарама-қарсы бағытта жолға шықты. Біріншісі 66 км/сағат, екіншісі 59 км/сағат жылдамдықпен жүрді. 6 сағаттан кейін автобустардың арасы қандай болады? Бірінші автобустың жылдамдығы 66 км/сағат, екінші автобустың жылдамдығы 59 км/сағат. Уақыт 6 сағат. Ал біз табу керек ара қашықтық қандай? Біз алдымен қашықтау жылдамдығын табамыз. Қашықтау жылдамдығын тапқанда B1 мен B2-ні қосамыз. 66 км/сағатқа 59 км/сағатты қосамыз. Яғни қашықтау жылдамдығы 125 км/сағат. Ал енді 6 сағаттан кейін олардың арасы қанша болады дейді? Ара қашықтықты табу үшін қашықтау жылдамдығын уақытқа көбейтеміз. 126 км/сағатты 6 сағатқа көбейтсек 750 км болады. Яғни 6 сағаттан кейін олардың арасы 750 км. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біз әдебиеттік оқу пәні бойынша 2-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалау тапсырмаларын бірге орындайтын боламыз. Егер сабақ ұнап жатса, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Әдебиеттік оқу 2-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары. Әдебиеттік оқу пәнінен сендерге негізі тапсырма 3 тапсырма беріледі. Тыңдалым және айтылым, оқылым, жазылым. Әр қайсысы 6 балдан. Тыңдалым және айтылым 6 бал, оқылым 6 бал, жазылым 6 бал. Жиыны 18 бал жинау керек. Бірінші тапсырма. Тыңдалым және айтылым. 3 аспаптың жорығы. Өте ертеде бір үйде 3 саз аспап бірге тұрыпты. Олар керегеде ілеулі тұрған домбыра, сандықта жатқан сыбызғы және керегеде сүйеулі тұрған қобыз екен. Бұлардың дәл осылайша қаңсып тұрғанына көп уақыт өткен еді. Іштері әбден пысып, бір-біріне айтатын әңгімелері де таусылған болатын.
Бір күні домбыра аяқ астынан өнер шығарады. Осы біз шынымен-ақ ұмыт қалғанымыз ба деген, ол тұрған орнында бір сілкініп күмбір ете қалды. Иә, мен де дәл солай ойлап тұрмын, деді сыбызғы да сандықтан мойнын соза сызылып. Бұларды естіп тұрған қобыз да ауыр күрсініп қойды. Бұл тыныш өмірден әбден жалықтым. Сендерге осылай тұра берген ұнаса, онда өздерің біліңдер, ал мен сауық сайран ән күй үшін жаратылғанмын, деп сыбызғы сандықтан секіріп түсіп, сайраған күйі есікке қарай беттеді. Мұны көрген домбыра тағы да сілкініп қалды. Қатты сілкінеді. Сілкінгені соншалық оны көтеріп тұрған жібі чорт үзілді. Домбыра тарс етіп еденге оңбай құлады. Ішектері ызыңдап, үстіндегі шаңы бұрқ етіп ауаға тарады. Мен де сенімен барамын. Қатты құлағаннан есін әлі толық жимаса да домбыра қисалаңдаған күйі сыбызғының соңынан ерді. Бұларың жөн екен, деп қобыз да белін жаза бастады. Тұрған жерінен көтеріліп, кеуіп қалған ішектері мен аянышты үн шығарды. Демім де, үнім де шықпай, мына бұрышта жиһаз құсап тұрғаныма қанша болды. Шаршадым, шыдамым таусылды. Өстіп тұра берсек, ертең бізді ешкім де қолына алмас. Тәуекел, кеттім сендермен, деген қобыз да достарына қарай тұра жүгірді. Балдырған журналынан. Бірінші сұрақ. Аспаптардың қашып кетуінің себебі неде деп ойлайсың? Жауап. Білім алушының ықтимал жауабы. Өйткені олар босқа ілініп тұрғысы келмеді. Аспаптар халықпен араласқысы келді. Аспаптар өз өнерін көрсеткісі келді. Екінші сұрақ. Мәтінге өз ойыңнан жаңа кейіпкерлер немесе жағдаяттар қосып, мазмұнын толықтырып айт. Әңгімелеу барысында мақал мәтелдер, нақыл сөздерді қолдан. Жауап. Білім алушының ықтимал жауабы. Аспаптар күні-түні тоқтамай бір сарайдың алдына келеді. Олар сарайдың ішінен шығып жатқан өздерінің сазына ұқсас дыбыстарды естиді. Домбыра есікті ақырын ғана ашып қарайды. Бөлмеде өздеріне ұқсас аспаптардың күмбірлете ойнап жатқанын көреді. Ол достарын шақырып, басқа аспаптарға қуана қосылып кетеді. Оқылым. Екінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Тапсырмаларды орында. Құсбегі, бүркіт, ителгі, қаршыға, қырғи сияқты жыртқыш құстарды аңға адал құстарға салу үшін үйрететін бапкер адам. Ол қыран құстарды тор құрып ұстап алады, немесе балапан кезінде ұядан алады. Оның аяғына балақбау мен шыжым тағып, көзіне томаға кигізеді. Одан кейін құсты ұшырып, қайыру жеткен соң семіртіп түлетеді. Жеңіл ұшып, жеңіл қонатын күйге келтіру үшін оны ақ жеммен асырап, бос керілген арқанға қонақтатып, ұйқысын алып қайта арытады. Құсбегілердің аса жоғары бағалайтын құсы бүркіт. Аққу мен бүркіт қасиетті киелі құстар болып есептеледі. Бұл екеуі екі жұмыртқадан артық жұмыртқаламайды. Құсбегілер бүркіт балапанын алу үшін неше түрлі қиындықты бастан кешіреді. Олар үшін әсіресе тау бүркіті бағалырақ. Өйткені олар алғыр, өжет, қырағы болады. Қоян, борсық, түлкі, қарсақ сияқты ұсақ аңдарды оңай тез алады. Ең алғыр, өжет, қырағы тау бүркіттері аталады. Құсбегілердің айтуынша, бүркіт ірі аңдарға түсіп, тоқтауға шамасы келмей бара жатса, бір аяғын аңға, екінші аяғын кез келген затқа не ағашқа қадайды екен. Бірінші сұрақ. Құсбегі деген кім? Дұрыс жауапты белгіле. Аңшы, құс үйрететін бапкер, малшы. Құс үйрететін бапкер. Екінші сұрақ. Құсбегінің аса жоғары бағалайтын құсы. Аққу, қырғи, бүркіт, қаршыға. С. Бүркіт. Мәтіннен қасиетті құстар туралы айтылған сөйлемді қоршапсыз. Аққу мен бүркіт қасиетті киелі құстар болып есептеледі. Бұл екеуі екі жұмыртқадан артық жұмыртқаламайды. Төртінші сұрақ. Құсбегі бүркітті қалай қолға үйретеді? Ол қыран құстарды тор құрып ұстап алады, немесе балапан кезінде ұядан алады.
Оның аяғына балақбау мен шыжым тағып, көзіне томаға кигізеді. Одан кейін құсты ұшырып, қайыруы жеткен соң семіртіп түлетеді. Жеңіл ұшып, жеңіл қонатын күйге келтіру үшін оны ақжеммен асырап, бос керілген арқанға қонақтатып, ұйқысын алып қайтарады. Мәтін бойынша түсіндіруге, бағалауға бағытталған бір сұрақ құрастыр және жауап бер. Сұрақ: құсбегі үшін неге тау бүркіттері бағалы? Тау бүркіттері аңдарды қалай аулайды? Жауап: өйткені олар алғыр, өжет, қырағы болады. Бүркіт ірі аңдарға түсіп тоқтауға шамасы келмей бара жатса, бір аяғын аңға, екінші аяғын кез келген затқа не ағашқа қадайды екен. Әдебиеттік оқу 2-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары. Әдебиеттік оқу пәнінен сендерге негізі тапсырма 3 тапсырма беріледі. Тыңдалым және айтылым, оқылым, жазылым. Әр қайсысы 6 балдан. Тыңдалым және айтылым 6 бал, оқылым 6 бал, жазылым 6 бал. Жиыны 18 бал жинау керек. Бірінші тапсырма. Тыңдалым және айтылым. 3 аспаптың жорығы. Өте ертеде бір үйде 3 саз аспап бірге тұрыпты. Олар керегеде ілеулі тұрған домбыра, сандықта жатқан сыбызғы және керегеде сүйеулі тұрған қобыз екен. Бұлардың дәл осылайша қаңсып тұрғанына көп уақыт өткен еді. Іштері әбден пысып, бір-біріне айтатын әңгімелері де таусылған болатын. Бір күні домбыра аяқ астынан өнер шығарады. Осы біз шынымен-ақ ұмыт қалғанымыз ба деген. Ол тұрған орында бір сілкініп күмбір ете қалды. Иә, мен де дәл солай ойлап тұрмын, деді сыбызғы да сандықтан мойнын соза сызылып. Бұларды естіп тұрған қобыз да ауыр күрсініп қойды. Бұл тыныш өмірден әбден жалықтым. Сендерге осылай тұра берген ұнаса, онда өздерің біліңдер. Ал мен сауық сайран ән күй үшін жаратылғанмын, деп сыбызғы сандықтан секіріп түсіп, сайраған күйі есікке қарай беттеді. Мұны көрген домбыра тағы да сілкініп қалды. Қатты сілкінеді. Сілкінгені соншалық оны көтеріп тұрған жібі чорт үзілді. Домбыра тарс етіп еденге оңбай құлады. Ішектері ызыңдап, үстіндегі шаңы бұрқ етіп ауаға тарады. Мен де сенімен барамын. Қатты құлағаннан есін әлі толық жимаса да домбыра қисалаңдаған күйі сыбызғының соңынан ерді. Бұларың жөн екен, деп қобыз да белін жаза бастады. Тұрған жерінен көтеріліп, кеуіп қалған ішектері мен аянышты үн шығарды. Демім де, үнім де шықпай, мына бұрышта жиһаз құсап тұрғаныма қанша болды. Шаршадым, шыдадым таусылды. Өстіп тұра берсек, ертең бізді ешкім де қолына алмас. Тәуекел, кеттім сендермен деген қобыз да достарына қарай тұра жүгірді. Балдырған журналынан. Бірінші сұрақ. Аспаптардың қашып кетуінің себебі неде деп ойлайсың? Жауап. Білім алушының ықтимал жауабы. Өйткені олар босқа ілініп тұрғысы келмеді. Аспаптар халықпен араласқысы келді. Аспаптар өз өнерін көрсеткісі келді. Екінші сұрақ. Мәтінге өз ойыңнан жаңа кейіпкерлер немесе жағдаяттар қосып, мазмұнын толықтырып айт. Әңгімелеу барысында мақал мәтелдер, нақыл сөздерді қолдан. Жауап. Білім алушының ықтимал жауабы. Аспаптар күні-түні тоқтамай бір сарайдың алдына келеді. Олар сарайдың ішінен шығып жатқан өздерінің сазына ұқсас дыбыстарды естиді. Домбыра есікті ақырын ғана ашып қарайды. Бөлмеде өздеріне ұқсас аспаптардың күмбірлете ойнап жатқанын көреді. Ол достарын шақырып, басқа аспаптарға қуана қосылып кетеді. Оқылым. Екінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Тапсырмаларды орында. Құсбегі, бүркіт, ителгі, қаршыға, қырғи сияқты жыртқыш құстарды аңға адал құстарға салу үшін үйрететін бапкер адам. Ол қыран құстарды тор құрып ұстап алады, немесе балапан кезінде ұядан алады. Оның аяғына балақбау мен шыжым тағып, көзіне томаға кигізеді. Одан кейін құсты ұшырып,
Қайыру жеткен соң семіртіп түлетеді. Жеңіл ұшып, жеңіл қонатын күйге келтіру үшін оны ақ жеммен асырап, бос керілген арқанға қонақтатып, ұйқысын алып қайта арытады. Құсбегілердің аса жоғары бағалайтын құсы бүркіт. Аққу мен бүркіт қасиетті киелі құстар болып есептеледі. Бұл екеуі екі жұмыртқадан артық жұмыртқаламайды. Құсбегілер бүркіт балапанын алу үшін неше түрлі қиындықты бастан кешіреді. Олар үшін әсіресе тау бүркіті бағалырақ. Өйткені олар алғыр, өжет, қырағы болады. Қоян, борсық, түлкі, қарсақ сияқты ұсақ аңдарды оңай тез алады. Ең алғыр, өжет, қырағы тау бүркіттері аталады. Құсбегілердің айтуынша, бүркіт ірі аңдарға түсіп, тоқтауға шамасы келмей бара жатса, бір аяғын аңға, екінші аяғын кез келген затқа не ағашқа қадайды екен. Бірінші сұрақ. Құсбегі деген кім? Дұрыс жауапты белгіле. Аңшы, құс үйрететін бапкер, малшы. Құс үйрететін бапкер. Екінші сұрақ. Құсбегінің аса жоғары бағалайтын құсы. Аққу, қырғи, бүркіт, қаршыға. С. Бүркіт. Мәтіннен қасиетті құстар туралы айтылған сөйлемді қоршапсыз. Аққу мен бүркіт қасиетті киелі құстар болып есептеледі. Бұл екеуі екі жұмыртқадан артық жұмыртқаламайды. Төртінші сұрақ. Құсбегі бүркітті қалай қолға үйретеді? Ол қыран құстарды тор құрып ұстап алады, немесе балапан кезінде ұядан алады. Оның аяғына балақбау мен шыжым тағып, көзіне томаға кигізеді. Одан кейін құсты ұшырып, қайыру жеткен соң семіртіп түлетеді. Жеңіл ұшып, жеңіл қонатын күйге келтіру үшін оны ақжеммен асырап, бос керілген арқанға қонақтатып, ұйқысын алып қайтарады. Мәтін бойынша түсіндіруге, бағалауға бағытталған бір сұрақ құрастыр және жауап бер. Сұрақ. Құсбегі үшін неге тау бүркіттері бағалы? Тау бүркіттері аңдарды қалай аулайды? Жауап. Өйткені олар алғыр, өжет, қырағы болады. Бүркіт ірі аңдарға түсіп тоқтауға шамасы келмей бара жатса, бір аяғын аңға, екінші аяғын кез келген затқа не ағашқа қадайды екен. Үшінші сыныпқа арналған екінші 90 бойынша жиынтық бағалау тапсырмасы. Бірінші есепті шығар. Асханаға 54 кг көкөніс әкелінді. Оның 6-дан 1 бөлігі түскі асқа жұмсалды. Түскі асқа неше килограмм көкөніс жұмсалды? Әкелінді барлығы 54 кг көкөніс. Жұмсалды оның 6-дан 1 бөлігі. Яғни біз 54-ті 6-ға бөліп, оны 1-ге көбейтеміз. 54-ті 6-ға бөлсек 9. Сонда жауабы 9 килограмм көкөніс әкелінді. Екінші есеп амалдарды орында. 208 см қосылған 4 дециметр 7 см тең болады. Сантиметрді, біз дециметрді сантиметрге түрлендіріп алайық. 1 дециметрде 10 сантиметр болса, 4 дециметрде 40 сантиметр бар. 208 сантиметрге 47 сантиметрді қоссақ, 255 сантиметр болады. Келесі екінші есеп 5 метр 3 дециметр 8 сантиметр. Азайту 6 дециметр 4 сантиметр тең болады нешеге. Біз дециметрді тағы сантиметрге айландырып аламыз. Метрді сантиметрге айландырамыз. 1 метрде 100 сантиметр болса, 538 сантиметрден азайтамыз 64 сантиметрді тең болады. 474 сантиметр. Үшінші есеп кестені толтыр. Тіктөртбұрыштың ауданы 8 сантиметр. Тіктөртбұрыштың ені 9 сантиметр. Табу керек тіктөртбұрыштың ауданын. Ауданды тапқанда біз А қабырғасы мен Б қабырғасын көбейтеміз. Яғни 8 мен 9-ды көбейтсек 72 болады. Тіктөртбұрыштың ауданы 72 сантиметр квадрат болады екен. Келесі есепте
Тік төртбұрыштың ұзындығы 8 дециметр, тік төртбұрыштың ені белгісіз. Тік төртбұрыштың ауданы 64 дециметр квадрат. Яғни біз ұзындығы белгілі, ауданы белгілі болғанда, енін табу үшін Б тең болады 64, ауданның ұзындығына бөлеміз. 64-ті 8-ге бөлеміз. Сонда тік төртбұрыштың ені 8 дециметр болады екен. Келесі есепте тік төртбұрыштың ұзындығы белгісіз. А қабырғасы белгісіз, ал ені белгілі. Б қабырғасы 6 метр. Ал тік төртбұрыштың ауданы 42 метр квадрат. Бұнда да солай, ұзындығы белгісіз болғанда, ұзындығын табу үшін ауданын еніне бөлеміз. 42-ні 6-ға бөлеміз. Сол кезде ұзындығы 7 метр шығады екен. Төртінші есепте баған түрінде жазып есепте дейді. 239-ға баған түрінде 263-ті қосатын болсақ, соңындағы бірліктерден бастап қосамыз. 9-ға 3-ті қоссақ 12, екісін жазып бір ойда. 3-ке 6-ны қоссақ 9, ойдағы мен 10, тағы бір ойда. 2-ні қосамыз 4, ойдағы мен 5. Жауабы 502. 615-тен 486-ны азайтатын болсақ, тағы да бірліктен бастап азайтамыз. Бірліктен бірлікті, ондықтан ондықты, жүздіктен жүздікті азайтамыз. 15-тен 6-ны азайтсақ, 5-тен 6 азайтылмайды, ондықтың бірін қарыздап аламыз. 15-тен 6-ны азайтсақ 9, 10-ның бірін қарыз қалдық, 10-нан 8-ді азайтсақ 2, жүздіктен 5 қалды, 5-тен 4-ті азайтсақ 1. Яғни жауабы 129 болады екен. Бесінші есеп тиімді тәсілмен орында дейді. Жақша ішінде 20 қосылған 8 көбейтеміз 3-ке. Яғни біз оны 20-ны 3-ке көбейтіп, және 8-ді 3-ке көбейтіп, екеуін бір-біріне қосуымызға болады. Жауабы 84 болады екен. Келесі есепте де жақша ішінде 60 қосылған 24-ті бөл 6-ға дейді. Оны да біз 60-ты 6-ға бөліп, және 24-ті 6-ға бөліп, 2 бөліндінің мәнін, яғни бір-біріне қоссақ, жауабы 14 болады екен. Келесі есепте 40 көбейту 8 жақшаны жауып, оны 4-ке бөлсек, оны да біз 40-ты 4-ке бөліп, және оны 8-ге көбейтуімізге болады. Тең болады 80. Немесе жақшаның ішіне 8 бөлу 4 деп жазып, оны 40-қа көбейтсек те жеңіл болады екен. Жауабы тең болады 80. Осымен балалар, ТЖВ тапсырмамыз аяқталды. Сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 4-ші сыныпқа арналған қазақ тілі пәнімен 2-ші тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларын бірге орындаймыз. Басқа да пәндерден бақылау жұмыстарын бірге орындау үшін каналға жазып кетуді ұмытпа. 2-ші тоқсанға арналған 90-дық жиынтық бағалау тапсырмалары. 1-ші нұсқа. 1-ші тапсырма. Берілген тірек сөздерге сүйеніп, домбыра ұлттық аспап тақырыбына берілген мәтіннің мазмұнына болжам жаса. Жасаған болжамыңның себебін түсіндір. Білім алушының ықшам жауабы. Тірек сөздерге сүйеніп, бұл мәтінде домбыра ұлттық аспап екендігі, оның қолданысы, құрылымы, бабадан қалған мұра екендігі туралы айтылады деп ойлаймын. Және жоспар құру. Жоспар.
Бірінші, қазақ халқының көне аспабы, домбыраның қолданысы. Екінші, домбыра ұлттық символ. Білім алушының ықшам жауабы. Домбыра қазақ халқының ең кең тараған, көп пернелі көне музыкалық аспабы. Домбыраның үні құлаққа өте жағымды. Домбырада әртүрлі музыкалық шығармалар орындалады. Ән, күй, терме, жыр, толғау, тіпті классикалық шығармалар да орындауға болады. Домбыра ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа мирас болып келе жатқан мәдени мұра. Тапсырманың мазмұнына сәйкес болатын баламалы жауаптар қабылданады. Тақырыпқа сәйкес мәтін құрады. Екінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Тапсырмаларды орында. Патша нөкерлерімен бірге серуендеп келе жатып, жер өңдеп жүрген егіншіні кездестіреді. Тырбанып, еңбектеніп жатқан қарапайым адам патшаның көңілінен шығып, онымен сөйлесуге ықыласы ауады. Бірнеше сауалдан кейін патша егістіктің бұл адамдікі емес екен, оның күніне 15 лира үшін жалданып еңбек ететінін түсінеді. Патша егіншінің жалақысының аздығына қайран қалады. Мұны байқаған шаруа: қанағатшыл адамға бұл ақша тіпті көп те болады. Мен ақшамды 3-ке бөлемін. Бір бөлігімен қарызымды өтеймін, бір бөлігін біріктіріп қор жинаймын дейді. Патша бұл жұмбаққа ұқсаған сөздерден еш нәрсе түсінбейді. Ақкөңіл, мейірімді, адал күлімсіреді. Ақшаның бір бөлігімен қарызымды қайтарамын дегенім, бала кезімде үлкен қамқорлық көрсеткен әкем мен шешеме беремін. Ақшамды қор ретінде жинаймын дегенім, ақшамның бір бөлігін балаларымның біліміне төлеймін. Мен қартайған кезде олар да маған көмектеседі деп үміттенемін. Қалған ақшамды өзімнің мұқтаждарыма жұмсаймын дейді. Патша қарапайым адамның бұл әрекетіне риза болады. Шаруаның балаларының біліміне төлейтін ақшаны өз мойнына алады. Балалар да ер жеткен соң ата-анасына, халқына, қолдарынан келген көмектерін аямай көрсетіпті деседі. Тапсырма. Бірінші тапсырма. Мәтіндегі лира деген сөз қандай мағынаны білдіреді? Ақша. Екінші сұрақ. Патша кедейге неліктен таңғалды? Еңбек ақысының тым аздығына. Үшінші сұрақ. Мәтінге сәйкес тақырыпты анықта. Қайырымдылық. Төртінші сұрақ. Мәтіннің негізгі ойына сәйкес болатын мәтелді анықта. Ханда 40 кісінің ақылы бар. Бесінші тапсырмада мәтіннің мазмұны бойынша шешім қабылдауға болатындай бір сұрақ құрастыр және жауап бер. Сұрақ. Білім алушының ықтимал сұрақтары. Егер сен патша болсаң, не істер едің? Жауап. Егер мен патша болсам, халқыма кедей-кепшіктерге қол ұшын берер едім. Үшінші тапсырма. Жазылым. Оқыған мәтінге сүйеніп, диаграммаға егіншіні сипаттайтын сөздерді жаз. Сол сөздерді қолданып, егіншіге жазбаша мінездеме бер. Егінші: еңбекқор, мейірімді, ақкөңіл, қарапайым, қанағатшыл, үнемшіл. Білім алушының ықтимал жауабы. Егінші тырбанып еңбектеніп жатқан қарапайым адам. Жалданып еңбек етеді. Азға қанағатшыл, мейірімді, болашақ өмірін ойлайтын, қартайғанда зейнет көргісі келетін адам. Ашық, көпшіл, ақкөңіл, сыпайы, әдепті кейіпкер. Төртінші тапсырма. Берілген сөйлемнен сын есімді тауып, қай сөзбен байланысқанын сызба арқылы көрсет. Патша қарапайым адамның бұл әрекетіне риза болды. Сын есім қарапайым. Байланысып тұрған сөз қарапайым адам.
Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 4-ші сыныпқа арналған математика пәні бойынша 2-ші тоқсандық бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын бірге орындаймыз. БЖБ номері 4. Есеп шығару бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Математика БЖБ номер 4. Бірінші тапсырма. Есепті шығар. Арасы 212 километр болатын екі айлақтан бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі кеме шығып 4 сағаттан кейін кездесті. Бірінші кеменің жылдамдығы 24 км сағат. Екінші кеменің жылдамдығын тап. Шарты. Арақашықтық 212 км. Бірінші кеменің жылдамдығы 24 км сағат. Екінші кеменің жылдамдығы белгісіз. Уақыт 4 сағат. Шешімі. Жақындау жылдамдығын тапқанда арақашықтықты уақытқа бөлеміз. 212 бөлу 4 тең 53 км сағат. Енді екінші кеменің жылдамдығын табу үшін жақындау жылдамдығынан бірінші кеменің жылдамдығын азайтамыз. 53 азайту 24 тең 29 км сағат. Екінші кеменің жылдамдығы 29 км сағат. Тексеру. Бірінші кеменің жылдамдығы мен екінші кеменің жылдамдығын қосып 4-ке көбейтеміз. 212 км. Жауабы екінші кеменің жылдамдығы 29 км сағат. Екінші тапсырма. Есепті шығар. Өнімділікті табу үшін жұмысты уақытқа бөлеміз. 25-ті 5-ке бөлсек 5. Сонда шебер сағатына 5 бөлшек жасаған. Ал жұмысты табу үшін өнімділікті уақытқа көбейтеміз. Сонда тігінші 12-ні 2-ке көбейтеміз. Тігінші 24 жейде тіккен. Ал уақытты табу үшін жұмысты өнімділікке бөлеміз. 120-ны 30-ға бөлсе 4 сағат. Аспаз 4 сағатта 120 құймақ пісірген. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біз әдебиеттік оқу пәні бойынша 2-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалау тапсырмаларын бірге орындайтын боламыз. Егер сабақ ұнап жатса, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Әдебиеттік оқу 2-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары. Әдебиеттік оқу пәнінен сендерге негізі тапсырма 3 тапсырма беріледі. Тыңдалым және айтылым, оқылым, жазылым. Әр қайсысы 6 балдан. Тыңдалым және айтылым 6 бал, оқылым 6 бал, жазылым 6 бал. Жиыны 18 бал жинау керек. Бірінші тапсырма. Тыңдалым және айтылым. 3 аспаптың жорығы. Өте ертеде бір үйде 3 саз аспап бірге тұрыпты. Олар керегеде ілеулі тұрған домбыра, сандықта жатқан сыбызғы және керегеде сүйеулі тұрған қобыз екен. Бұлардың дәл осылайша қаңсып тұрғанына көп уақыт өткен еді. Іштері әбден пысып, бір-біріне айтатын әңгімелері де таусылған болатын. Бір күні домбыра аяқ астынан өнер шығарады. Осы біз шынымен-ақ ұмыт қалғанымыз ба деген, ол тұрған орнында бір сілкініп күмбір ете қалды. Иә, мен де дәл солай ойлап тұрмын, деді сыбызғы да сандықтан мойнын соза сызылып. Бұларды естіп тұрған қобыз да ауыр күрсініп қойды. Бұл тыныш өмірден әбден жалықтым. Сендерге осылай тұра берген ұнаса, онда өздерің біліңдер. Ал мен сауық сайран ән күй үшін жаратылғанмын, деп сыбызғы сандықтан секіріп түсіп, сайраған күйі есікке қарай беттеді. Мұны көрген домбыра тағы да сілкініп қалды. Қатты сілкінеді. Сілкінгені соншалық оны көтеріп тұрған жібі чорт үзілді. Домбыра тарс етіп еденге оңбай құлады. Ішектері ызыңдап, үстіндегі шаңы бұрқ етіп ауаға тарады.
Мен де сенімен барамын. Қатты құлағаннан есін әлі толық жимаса да домбыра қисалаңдаған күйі сыбызғының соңынан ерді. Бұларың жөн екен, деп қобыз да белін жаза бастады. Тұрған жерінен көтеріліп, кеуіп қалған ішектері мен аянышты үн шығарды. Демім де, үнім де шықпай, мына бұрышта жиһаз құсап тұрғаныма қанша болды. Шаршадым, шыдамым таусылды. Өстіп тұра берсек, ертең бізді ешкім де қолына алмас. Тәуекел, кеттім сендермен деген қобыз да достарына қарай тұра жүгірді. Балдырған журналынан. Бірінші сұрақ. Аспаптардың қашып кетуінің себебі неде деп ойлайсың? Жауап. Білім алушының ықтимал жауабы. Өйткені олар босқа ілініп тұрғысы келмеді. Аспаптар халықпен араласқысы келді. Аспаптар өз өнерін көрсеткісі келді. Екінші сұрақ. Мәтінге өз ойыңнан жаңа кейіпкерлер немесе жағдаяттар қосып, мазмұнын толықтырып айт. Әңгімелеу барысында мақал-мәтелдер, нақыл сөздерді қолдан. Жауап. Білім алушының ықтимал жауабы. Аспаптар күні-түні тоқтамай бір сарайдың алдына келеді. Олар сарайдың ішінен шығып жатқан өздерінің сазына ұқсас дыбыстарды естиді. Домбыра есікті ақырын ғана ашып қарайды. Бөлмеде өздеріне ұқсас аспаптардың күмбірлете ойнап жатқанын көреді. Ол достарын шақырып, басқа аспаптарға қуана қосылып кетеді. Оқылым. Екінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Тапсырмаларды орында. Құсбегі, бүркіт, ителгі, қаршыға, қырғи сияқты жыртқыш құстарды аңға адал құстарға салу үшін үйрететін бапкер адам. Ол қыран құстарды тор құрып ұстап алады, немесе балапан кезінде ұядан алады. Оның аяғына балақпау мен шыжым тағып, көзіне томаға кигізеді. Одан кейін құсты ұшырып, қайыру жеткен соң семіртіп түлетеді. Жеңіл ұшып, жеңіл қонатын күйге келтіру үшін оны ақ жеммен асырап, бос керілген арқанға қонақтатып, ұйқысын алып қайта арытады. Құсбегілердің аса жоғары бағалайтын құсы бүркіт. Аққу мен бүркіт қасиетті киелі құстар болып есептеледі. Бұл екеуі екі жұмыртқадан артық жұмыртқаламайды. Құсбегілер бүркіт балапанын алу үшін неше түрлі қиындықты бастан кешіреді. Олар үшін әсіресе тау бүркіті бағалырақ. Өйткені олар алғыр, өжет, қырағы болады. Қоян, борсық, түлкі, қарсақ сияқты ұсақ аңдарды оңай тез алады. Ең алғыр, өжет, қырағы тау бүркіттері аталады. Құсбегілердің айтуынша, бүркіт ірі аңдарға түсіп, тоқтауға шамасы келмей бара жатса, бір аяғын аңға, екінші аяғын кез келген затқа не ағашқа қадайды екен. Бірінші сұрақ. Құсбегі деген кім? Дұрыс жауапты белгіле. Аңшы, құс үйрететін бапкер, малшы. Құс үйрететін бапкер. Екінші сұрақ. Құсбегінің аса жоғары бағалайтын құсы. Аққу, қырғи, бүркіт, қаршыға. С. Бүркіт. Мәтіннен қасиетті құстар туралы айтылған сөйлемді қоршапсыз. Аққу мен бүркіт қасиетті киелі құстар болып есептеледі. Бұл екеуі екі жұмыртқадан артық жұмыртқаламайды. Төртінші сұрақ. Құсбегі бүркітті қалай қолға үйретеді? Ол қыран құстарды тор құрып ұстап алады, немесе балапан кезінде ұядан алады. Оның аяғына балақпау мен шыжым тағып, көзіне томаға кигізеді. Одан кейін құсты ұшырып, қайыру жеткен соң семіртіп түлетеді. Жеңіл ұшып, жеңіл қонатын күйге келтіру үшін оны ақжеммен асырап, бос керілген арқанға қонақтатып, ұйқысын алып қайтарады. Мәтін бойынша түсіндіруге, бағалауға бағытталған бір сұрақ құрастыр және жауап бер. Сұрақ. Құсбегі үшін неге тау бүркіттері бағалы? Тау бүркіттері аңдарды қалай аулайды? Жауап. Өйткені олар алғыр, өжет, қырағы болады. Бүркіт ірі аңдарға түсіп тоқтауға шамасы келмей бара жатса, бір аяғын аңға, екінші аяғын кез келген затқа не ағашқа қадайды екен.